Қызылша қосылған нанымызды дайындаймыз. Ол үшін алдымен қызылшамызды қайнатып езіп аламыз. Одан кейін суымызға тұзымызды, аштығымызды салып араластырып, оның үстіне қызылшаны салып қамыр илейміз. Біркелкі әдемі қамыр шығады. Арасында ірісі бар екен, мен алып тастадым. Мен қамырым көтерілуге жібердім жылы жерге. Қамырым көтерілді, бірден соны көрсетіп жатырмын сіздерге. Кез келген өздеріңіз қалаған формаға салып, осылай бетін әсемдеп, 35 минутқа бетін майлықпен жауып қойғаннан кейін барып пісіресіздер. Осылай қызылша мен асқабақ қосылған қамырды екеуін қосып, осындай нан жасайын дедім. Өте әдемі шығады. Мен наным пісіп шықты, өте жұмсақ, өте дәмді.